8-ші сабақтың бастапқы 8 сөзін өтеміз. 第8课苹果一斤多少钱 苹果 алма 1斤 1 тиыны немесе 2 公斤 болса 1 килограмм. 多少钱 қанша 多少 қанша 钱 ақша. 苹果一斤多少钱 алманың 1 килограммы қанша тұрады. Жеке сөздеріне келейік. Шыңцы бірінші сөз. Мәй. Үшінші томмен тұр. Мәй. Сатып алу. Мен алам. Сізге бермеймін, мен сатып аламын. Сатып алу. Мәй. Мысалы, 我买苹果. Мен алма сатып аламын. Мысалы. Так, 水果. 水果дегеніміз, шуй деген есімізде бар ма? Бірінші сабақта өткенмін. Шуй дегеніміз су. Го дегеніміз неменеді? Фрукты, жеміс. Шуй го болатын болса, жеміс жидектер болады. Өйткені жемістің құрамы неден тұрады? Судан тұрады. Сондықтан шуй деген сөз қосылады. Шуй го. Әдетте Қытайға барсаңыздар, мысалы, фруктовый сататын магазиндер. Бізде фруктовый магазин деп тұрады ғой. Жеміс жидектер әлемі деп тұрады. Сол сияқты шуй го ден дейді. Ден дегеніміз магазин, шуй го жеміс жидектер дүкені. Шуй го дегеніміз, мысалы, мәй шуй го. Не сатып аламын? Жеміс сатып алу. Мәй шуй го. Жеміс сатып алу. Пинго. Пинго дегеніміз алма. Пинго. Жин. Бір жин. Немесе кунжин. Кунжин дегеніміз килограмм. Кунжин. Ижин немесе икунжин килограммдық. Өлшем бірлік мағынасы болады. Кой. Қымбат. Тай койла. Біз тай дегенімізді есімізде бар ма? Нешінші сабақты оқыдық? Бірінші сабақта ма, екінші сабақта оқыдық? Онша. Екінші сабақта оқыдық. Нимаң ма деген сабақты. Бұл тай ма? Онша. Қарбалас емеспін. Енді мін жетеді. Тай койла. Өте қымбат болып кетті. Ода өте деген мағынаны білдіреді негізінен. Өтеден кішкене төменірек сатыда. Тай койла немесе хың кой. Өте қымбат. Хың кой. Мысалы, кой қымбат. Мысалы, пинго кой. Алма қымбат. Пинго кой. Пинго хың кой. Алма өте қымбат. Бұл сөз соңында келеді. Көбінде бұл өткен шақтық мағынаны білдіреді. Деген, Чүлі. Бардым. Бұл өтіп кетті. Чылы. Жедім. Чылы. Мен жедім. Ол тағайтты. Өтіп кеткен. Дегеніміз сөйлемнің соңында келеді. Бұнда негізінен тон белгісі қойылмайды. Негізінен тон белгісі қойылмайды. Тон белгі қойылмайды. Да, бұл көбіне сөйлемнің соңында келгенде біріншіден біз қалай әр адамның өзінің сөйлеу интонациясына дейді. Позицияңызға қарай сөйлемді ақырын аяқтатасыз ба, ренжіп аяқтатасыз ба, көңілді аяқтатасыз ба. Бұл негізінен көбінде өткен шақтық мағынаны білдіреді. Ба дегеніміз, бұл да сөйлемнің соңында келеді, сөйлем аяқтатады. Сұрақ болып та келеді кейде. Мысалы, мына сөйлемде мынада мысалы, неге шілеуқай ба дейді. Сен 16 қай бер. Сөйлемнің соңында келеді, сөзді аяқтатады. Немесе сұрақ мағынасында қолдануға болады. Ба деп. Дошау, қанша. До деген сөз өзі жалғыз көп. Шау деген сөз өзі жалғыз аз. Дошау. Сонда екеуі қосылғанда қанша. Неде шау деген сөз есімізде болсын. Не жерінде мынандай көғіп жазбайық. Тек қанақ бір шу ғанақ. Шу ғанақ жазылады. Егерде бұлай көғіп жазып қойатын болса, шау кішкентай деген мағынаға кетіп барады. Сондықтан шу ғанақ жазамыз. До шау. Қанша. Так. Мәй. Мәй. Сатып алу. Шуй го. Шуй го. Жеміс. Жидектер. Пинго. Пинго. Алма. Жин. Жин. Өлшем бірлік. Жин. Кунжин. Немесе килограммдық өлшем бірлік. Кой. Кой.
қымбат. Сөздің сөйлемнің соңында келеді. Сөз аяқтатушы. Ба кейде сұрақ болып келеді, көбінде сөйлемнің соңында келеді. Бұда көмекші сөздер. Дошау қанша. Дошау қанша. Мысалы, 苹果一斤多少钱? Мысалы, немесе ченді біз оққан жоқпыз. Міне жерде міне тұр ғой. 苹果一斤多少? Чен біз әлі оққан жоқпыз. Ақша келесі сағат үйренеміз. 苹果一斤多少? Алманың 1 килограммы, 1 жиыны қанша тұрады? Қанша ақша тұрады деген сөз. Қанша мысалы. Ченді алып сайтын болсақ, 苹果一斤多少? Алманың 1 жиыны қанша? 1 килограмм қанша? Қанша болып келеді де? Чен қалып қалды. Жерде ченді келесі сағат үйренеміз. 苹果一斤多少钱? Алманың 1 килограммы, 1 жиыны қанша ақша тұрады? Мәй сатып алу. 水果жеміс-жидектер. 苹果алма. 斤өлшем бірлік. 公斤килограммдық өлшем бірлігі. Жинмен ұқсас. 贵қымбат. Сөз соңында келеді, өткен шақты мағынаны білдіреді көбінде. Ба да сөйлем соңында келеді, көмекші рол атқарады, немесе сұрақ кейде сұрақ болып та келеді. Дошау қанша. Мәй 水果 苹果 斤 公斤 贵 ба. Мына жерде қарасақ, бада да тон белгісі жоқ. Ба. Дошау. Мәй 水果 苹果 斤 公斤 贵 ба. Дошау. Міне бұл бізде 8 сағаттың бастапқы 8 сөзі. Енді ары қарай келесі сағатта тағы да 9-10 сөздері өтіледі. Бізге бүгін берілген осы сөздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Жақсырақ, көбірек жазыңыздар деймін. Сіздерге көп табыстар тілеймін. Рахмет сіздерге.